Бұл дұрыс сөйлейік атты бағдарламалар циклы. Ендігі сабағымызда Анар ханым ісқағаз стилінің ауызша формасы жайлы әңгіме қозғасақ. Самат, сен ісқағаз стиль деп қолдандың. Ол маған ұнап отыр, өйткені алдыңғы сабақтарда біз ресми стиль деп айтқанбыз. Ресми стильдің тағы да бір балама атауы бар. Дұрыс айтасың, ол ісқағаз стилі. Бүгін енді біз әңгімені айтқан кезде оны жұртшылық түсініп отыр. Ол қандай қарым-қатынас екені, субординация сақталатын, ресми қарым-қатынаста, іскери қарым-қатынаста қолданылатын осы ісқағаз стилі. Енді ісқағаз стиліндегі бүкіл қарым-қатынас тек қағаз жүзінде жүзеге асырылады деп ойлаушылар да бар. Бірақ енді өздеріңіз білесіздер, жұмыста сіздер әріптестеріңізбен сөйлескенде немесе бір іскери мәселелерді талқылаған кезде, енді мен әріптестеріңізбен асханаға барып өздеріңіздің жеке проблемаларыңызды айтқан кездегі сөзді айтып отырған жоқпын. Мысалы, әріптестеріңізбен бір іс мәселесі жөнінде сөйлессеңіз, немесе бастығыңызбен сөйлескен кезде іске қатысты, осы кезде ісқағаз стилінің немесе ресми стилдің ауызша формасы жүзеге асады. Енді осы ауызша форманың ресми қатынастағы ауызша тілдің өзінің ерекшеліктері бар. Ауызша форма болғандықтан енді алдыңғы сабақтарда да айттық, мынау екеуара қарым-қатынастағы кейбір сөйлеу, бейресми қарым-қатынастың элементтері қолданылады. Яғни сіз бұл жерде ым-ишараттарды да қолдануыңызға мүмкіндік бар, дауысыңызды әртүрлі құбылтуға да мүмкіндік болады. Бірақ осыған мүмкіндік бар, осыны қолдануға болады екен деп тым оны асыра жіберсеңіз де болмайды. Мысалы, ресми қарым-қатынаста міңгірлеп сөйлеген негізі жақсы емес. Мұрынның астынан сөйлеген, немесе қайта-қайта беті қолын жыбырлата беру, саусақтарын ойнатып отыру, аяғын жыбырлатып отыру деген сияқты мынандай қайта-қайта қайталана беретін қозғалыстар бұл ауызша қарым-қатынасты ауырлатады, ауызша қарым-қатынастың жүзеге асуына кедергі жасайды ресми жағдайда. Енді тағы да бір ерекшелігі бұл жерде дегенмен де енді тым ресми болып кетуге де болмайды, өйткені қазақы мәдениеттің элементтерінде сақтаған жөн. Мысалы, үлкен кісілерді көрген кезде оларға қатысты әдеп бойынша амандасқан абзал, ізеттілік танытып, ақсақал деген сияқты сөздерді қолданған дұрыс. Енді тым құрғақ сөйлеуге де болмайды. Мысалы, Абай Құнанбаевтың өлеңінде де осылай жазылған деген сияқты қолданысты. Ұлы Абай ақынның өлеңінде деп айтсаңыз да бұндай артықшылығы жоқ. Кейбір осындай қазақтың мәдениетіне тән өзінің ұлы адамдарын қадірлеу, құрметтеу, олардың атының алдына осындай теңеу, өздеріне тиесілі болып халық арасында әбден бекіп қалған, сіңіп қалған эпитеттерді қолданудың ешқандай артықшылығы жоқ ауызша ресми қарым-қатынаста. Ал енді дегенмен де осындайларды қолданам деп те әлгі асыра сілтеп жібергенде дұрыс емес. Кеше ғана өзінің ғана бір шағын ортасында танымал болған адамдарды, мысалы, әйгілі қаламгер, бәріне аты жайылған жазушы деген сияқты осындай асыра сілтеп қолданудың да жерде басы артық. Сол сияқты ауызша қарым-қатынасты жүзеге асырған кезде ізет білдірудің, рұқсат сұраудың, рұқсат етудің, кешірім сұраудың, қарсылық білдірудің, тағы да басқа сыпайы формаларын қолданған дұрыс. Жоқ, бұлай емес, мен бұған қарсымын дегеннен гөрі, осы дұрыс емес болар, менің ойымша бұндай шешімге бармаған жөн деген сияқты осындай сыпайы формаларды қолданған дұрыс. Немесе тапсырманы орындаңыздар дегеннен гөрі, тапсырманы осындай уақытта орындағандарыңыз дұрыс, орындауыңыз тиіс еді, солай талап етіліп жатыр деген сияқты осындай қарапайым неғұрлым сондай адамды өзіне тартатын формаларды қолданған дұрыс. Себебі іскери қарым-қатынастың бірінші мақсаты адамды бір іске жұмылдыру, бір істі орындату. Сондықтан сіз сол адамға істі орындату үшін алдымен ол кісінің көңілін аулайсыз. Әрине, бірақ көңілін аулау керек екен деп енді оған жағымпазданудың, оны асыра мақтаудың да қажеті жоқ. Дұрыс айтасыз. Көп рахмет, Анар ханым. Ісқағаз стилінің ауызша формасы жайлы біраз мәліметтерге қанық болдық. Вики білім қоғамдық қоры.
Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.